Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ас арнасында зебра бәлішін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өйткені бәліш тез дайындалады. Ол үшін бізге қажетті заттар: жұмыртқа, оған қант қосып, жақсылап миксерлейміз. 5-7 минут шамасында үзбей миксерлеу керек. Бізде аппақ үлпілдек масса шығады. Егер бәліштің ойыңыздағыдай піскенін қаласаңыз, жұмыртқа мен құмшекерді дәл осылай ерінбей 5-7 минут араластыруыңыз қажет. Ары қарай сұйық май қосамыз, қаймақ қосамыз 20%-дық және бір араластырып жібереміз. Бір шай қасық ас содасына, бір шай қасық алмалы сірке суын қосып, екеуін араластырамыз. Сосын массамызға қосып, бір араластырып жібереміз. Содан кейін міндетті түрде електен өткізілген ұнды салып, араластырып біркелкі масса шығарамыз. Массаны бірде теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір массасына 2 ас қасық ұн саламыз, екінші массаға 2 ас қасық какао салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Формамызды алдын ала дайындап аламыз. Сосын өзіміз қалауымызша 1-2-3 қасықтан кезек-кезек массаны осылай құйып отырамыз. Сосын үстінен шпажканың көмегімен осындай қалауыңызша узор жасайсыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 170 градус шамасында 40-50 минут пісіреміз. Піскенін байқау үшін шпажканы пирогтың ортасына тығып көресіз. Шпажкаңыз кебу болып шықса, онда сіздің пирогыңыз дайын болды деген сөз. Қалауларыңызша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеомды күтіңіздер.